Сәлем достар, қалайсыздар? Кеше мен ауылға 2-3 күнге барып келдім. Мама екеуміз таңертең тұрып сиыр сауып алғаннан кейін осындай летний кухняға барып сүтімізді тартып алдық. Ауылда сразу уақыттың қалай өткен білмей қаласың. Осылай таңертең кеткеннен обедте бір кірдік. Осындай қаймақ шықты. Содан кейін сүт машиналарында жуып алдым. Тезде сүт машинамды жуып алғасын құртты жасауға кірістім. Сіздерге ауылда тұрған ұнай ма? Комментарий жаза кетіңіздер, лайк басыңыздар. Уақыттың қалай өткенін білмей қаласыз. Осылай сыртқа шығарып, бүкіл құрттарымды бәрін көк торға осылай жайып шықтым. Таза ауа, ауыл деген күн жып-жылы күшті болып тұр. Осы құртты жасап болғаннан кейін мама балдарға құрт сауып алып кет. Балдар жейді ғой дегесен өзіме керекті құрттарды сауып алдым, свежий құрттардан. Құрт жасап болғаннан кейін үйге келіп майларды былғап, осылай пакеттерге салып шықтым. Үйдің майы сап-сары, қазіргі майлар күшті ғой, сәуірдің майы. Нағыз емге керекті май. Бір пакетін ауылға қалаға алып кеттім, қалған морозильниктерге салып кеттім. Осылай қысқа жинап аламыз.